бүгін ерекше күн елордада, шыны керек. Біз енді дәстүрге айналған ұлттық байқау мерейлі отбасы сайысының нәтижесін бүгін салтанатты түрде марапаттау рәсімін өткіздік. Осы жылы 120-дан астам отбасы қатысып, өтініш білдірді. 120 отбасыдан 5 отбасыны арнайы шақырып, барлық санитарлық тараптарына сай офлайн форматта дәстүрге айналған жобаны ұйымдастырдық. Жеке отбасымда 7 ұстаз бар. Мамандығым менің тарихшы, жолдасым да тарихшы, үлкен ұлым, одан кейін екінші ұлым да негізгі мамандығы тарихшылар. Мерейлі отбасылардың саны көбейетін болса, ол біздің мемлекетіміздің беріктігін, мемлекетіміздің нығаюының ең басты шарты деймін. Бірінші орын алғанымыз Нұр-Сұлтан қаласы тұрғындарына біз үлгі болуымыздың, ең көштің алды болуымыздың үлкен жауапкершілікті артып отқанына біз де оған жауапкершілік деп білеміз осыған. Нақты 26 тамыз күні біздің үйленгенімізге 15 жыл толуына орай бүгінгі марапаттағанына шексіз рахметімізді айтамыз.